Әзір мал соям деп уәде еткем. Бірақ та ол кезде үйде емес, басқа жерден үй алдым. Ол үйде емес, басқа енді әзір мойнын. Үй дедің ғой сен. Какая разница? Ақ үй, көк үй, сары үй, фиолетовый үй, какая разница? Бәрі бір үй ғой. Қазақстандағы үй, Вашингтондағы үй, Дубайдағы үйдің бәрі бір үй. Сондықтан бер, о несін аябатсың? Нәзірді Алла ризалығы үшін атаған аузыңнан шыққаны бермейсің ба? Айының туса деген айттың. Сен ұл туса, қыз туса, мен бірақ қыз туса деп айтқан жоқпын ғой. Мен ұл туса деп айттым ғой, деген бұрмай-ақ қой. Туса дедің. Алла Тағала туамай өліп қалған қаншама әйел бар. Бала босанса ауру бала көріп жатқан қанша әйел бар. Шүкір қылмайсың ба? Бүйтсе бүйтті дегендей сол сияқты үй алыпсың, шүкір қылмайсың ба? Сол бір үйге жете алмай жүрген қаншама қазақ жүр. Квартирадан квартираға, бір бөлмеден бір бөлмеге Құдайдың құттығын алдыма келеді. Жәрдем бересіздер ме, жәрдем бересіздер ме деп. Ана республикада харекет қоры бар. Қаншама мыңдаған 1700 адамға үй берді. 1700 адамға. Соған мына оразада садақаларыңызды сол харекет қорына аударыңыздар. Үй алып беріп жатыр қазақтың балаларына. Үйлі қылып жатыр. Алла разы болсын Алла. Гүлмира Мұханқызы. Алла өмірлеріне береке берсін. Соны ұйымдастырып, бір аналық мейірім, қазақтың басы бір баспаналы болсын деп 100 теңге 500 теңіңізді сол миллион бет соншама басыңыздан қалған. Кімнен кетпей жатқан, бір 500 теңге беріп қойыңыз, 100 теңге берсін, қанша шамаң жетеді. Бір қазақты қуантыңыздар, Алла жәннеттен үй салсын сіздерге. Берейін ба, бермейін ба, бүйтейін ба, сөйтпейін ба, не сөз?